облысы Меркі ауданы Тұрар Рысқұлов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 10 А сынып оқушысы Дүйсенбек Диана. Бүгінгі жобаға алып отырған тақырыбым пластикалық дағдарыс, қоршаған ортаға және денсаулыққа зияны. Пластика заманауи өмірде ажырамас бөлігімізге айналған және де табиғатта жүздеген жылдар бойы ыдырамауы жер шарының ең үлкен экологиялық проблемасына айналды. Бұл презентацияда біз адамның денсаулығына пластикадан бөлінетін зиянды химиялық заттардың қандай зияны бар екенін білеміз, және де қоршаған ортадан қалай пластикадан ыдырату немесе альтернатива ұсынатын боламын. Тақырыптың өзектілігі мен мақсаты. Пластика қалдықтары көбею және олардың қоршаған ортаға таралуы бүгінгі қоғамда адамның тұрақты күнделікті әдетіне айналды. Мысалға алатын болсақ, жаһандық экологиялық проблема. Пластика ұзақ уақыт ыдырамауы қоршаған ортаға, топыраққа, ауа ластап экожүйені бұзады. Денсаулықтың төмендеу қаупі. Микропластика асқорту, гормональды тепе-теңдікті және онкологиялық ауруларға себепті қауіптері бар. Зерттеу мақсаты пластика қауіптерін анықтау, оның орнына қолдануға болатын альтернативаларды ұсыну. Пластиканың қоршаған ортаға әсері. Жыл сайын миллиондаған тонна пластик өңделіп, оның басым бөлігі топырақ құнарлығын төмендетіп, пластика қалдықтарын топырақ құрамына еніп, оның сапасын ыдырату кезінде бөлінетін заттар, бисфенола мен фталаттар ауыл шаруашылығы өнімдеріне зиянын келтіруде. Мұхиттар, ұлы пластик алаңдары, пластик өзендер мен көлдер мен теңіздер мен мұхиттарға жетіп, ол теңіз жануарлары әлемде өліміне әкеліп жатыр. 2050 жылға осындай қауіппен пластик мұхиттарда көбірек болуы мүмкін жануарларға қарағанда. Жануарлар әлеміне әсеріне тоқталатын болсақ, теңіз және мұхит жануарлары, тасбақалар, дельфиндер және де басқа да балық түрлері баклажка қақпақтарын, пластик пакеттерді жеп қойып, асқорту ішектерінде бітеп, ішкі мүшелеріне зақымдану әкеліп өліп жатады. Пластик торларға оралу, тұншығу әкеледі. Құрлықтағы жануарлар, қоқыс маңындағы жануарлар, немесе үй шаруашылығындағы ірі қара қой, пластикті дәл тағам деп ойлап, жеп қойып, асқазан ішек жолдарына бұзылуына және улануға ұшырайды. Нанопластиктердің пайда болуы үлкен пластик бұйымдарының күн сәулесі мен механикалық әсерінен сынып, көзге көрінбейтін бөлшектерге айналады. Бұл микропластиктер 5 мм-ден кіші және одан да ұсақ нанопластиктер 1 микрометрден кіші. Тұрмыстық қалдықтардың ыдырауы, бөтелке мен пакеттердің табиғатта ұзақ бөлінуі, синтетикалық киімдер жуу кезінде полистирен мен неолин талшықтарының су жүйесіне өтеді. Косметикалық өнімдер, скрабтар мен пасталар құрамындағы микробөлшектер. Микропластиктердің қауіптері: су ресурстарын ластау, балықтар мен теңіз жануарларына арқылы азық ретіне енуі, адам ағзасына енуі, тамақ, су, ауа арқылы түсіп, иммундық және гормональдық тепе-теңдікті бұзады. Экожүйеге зияны: топыраққа түсіп, өсімдіктер мен өсуіне кедергі келтіреді. Пластиканың адам денсаулығына әсері. Пластика өнімдеріндегі құрамындағы улы химиялық заттарды әсіресе қыздыру немесе дұрыс емес қолдану кезінде адам денсаулығына елеулі қауіп төндіреді. Негізгі әсер ету аймақтары: эндокриндік жүйеге әсері. Фталаттар гуморальдық тепе-теңдікті бұзады. Бұл бедеулік және ерте жыныстық жетілу, сонымен қатар қалқаша безінің бұзылуына әкеледі. Онкологиялық аурулар қаупі: диоксиндер, стилор және ауыр металдар қатерлігі ісігі. Соның ішінде асқазан ішек аурулары жолы арқылы рак ауруларында пайда болады. Микропластиктердің ағзаға ену жолдары: ауыз арқылы ішу, жеу, бөтелке су ішу, теңіз өнімдері, тіпті тұз арқылы. Тыныс алу: ауадан ұшып және тозаңға, киім талшықтарымен тұрмыстық шаңға арқылы өкпеге енеді. Термен жасу, косметикалық өнімдер, скраб, туш, гель, микробөлшектердің терге тікелей әсер етеді. Пластик ыдыстарын пайдаланудағы біз тәуекел етеміз.
бір реттік пластик ыдыстарды дұрыс қолданбау немесе қайта пайдалану химиялық заттардың тағамға бөлінуіне жылдамдатады. Бұл денсаулыққа қауіп төндіреді. Жоғарғы температура, микроволновый пештер, қыздыру немесе ыстық тамақ құю улы заттардың бөлінуіне қаупін арттырады. Мысалға, химиялық улы заттарға бифенол мен фталаттар кіреді. Қайта қолдану, бір реттік бөлшектерді қайта пайдалану бактериялардың көбеюіне және зиянды заттардың тағамға оңай енуіне жол береді. Әлсіз топтарға әсері, жүкті әйелдер мен балалар үшін зиянды химиялық заттардың әсері дамуға, жүйке және эндокриндік жүйеге теріс ықпал етеді. Мен үстідегі ақпараттарды қолданып тәжірибе жүргіздім. Мектеп аумағындағы пластика қалдықтарын санау, пластик тұтынушының тұрақты өсіп келе жатқанын, халық экологиялық сауаттылығы төмен екенін және қайта өңдеу жүйесі жетілмегенін көрсетті. Пластик бөтелкелер, кейбіреуі сынған, пластик пакеттер желме шашылған, қақпақтар кейбір бөтелкелерден бөлек, стақандар төңкерілген күйде, басқа пластик қалдықтары, ыдыс түтікшелер болды. Бұл диаграмма менің тәжірибемнің нәтижесі. Бөтелке, пакет, қақпақ, стақан, басқа да пластикалық заттардың көрсеткіші. Бұл менің мектеп ауласында жүргізген тәжірибемнің фотосуреттері. Көріп тұрғандарыңыздай, пластик пакеттер желмен таралған, пластик бөтелкелер және де басқа да пластиктердің қалдықтары. Жобамды қорытындылайтын болсақ, пластикалық дағдарыс бұл глобалдық экологиялық қауіп қана емес, сонымен бірге адам денсаулығына да тікелей әсер етеді. Пластика тұтынуды азайту әр адамның міндеті. Экологиялық таза өмір салтына көшудің 4 қадамын ұсынамын. Азайту, бір реттік пакеттердің орнына мата қаптарды пайдаланыңыз. Бір реттік пластикалық ыдыстардан бас тартыңыз. Қайта пайдалану, су, шыны немесе металл ыдыстарға қойыңыз. Пластик бөтелкелер мен контейнерлерді сапасын тексеріп қайта қолданыңыз. Тағамды сақтау үшін шыны, металл немесе ағаштан жасалған ыдыстарды таңдаңыз. Биоыдырайтын материалдардан жасалған тауарлар сатып алыңыз. Насихаттау, экологиялық сауаттылықты арттыру үшін мектеп, әлеуметтік желілерде агитациялық жұмыстарды жүргізіңіз. Біздің болашағымыз біздің қазіргі әрекетімізге байланысты. Кішігірім іс-әрекетіміз жиынтығы үлкен өзгерістер әкелуі мүмкін.